Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Сізде бас айналу, әлсіздік, шаршағыштық, ентігу, жүрегіңіздің соғуы жиілесе, тырнақтарыңыз сынғыш болса, шаштарыңыз көп түсетін болса, онда осы видео дәл сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қаназдық және анемия деп айтып жатамыз. Анемия дегеніміз не? Анемия дегеніміз қандағы эритроциттердің сандық немесе сапалық азаюы болып келеді. Эритроциттер қанда үлкен кісілерде, ересектерде 130 бен 160-қа дейін болады. 130-дан төмен болатын болса, ал 120-дан 140-қа дейін әйелдерде. 120-дан төмен болатын болса, анемия пайда болады. Эритроциттер сүйек күймігінде түзіліп, бауырда артық мөлшері жиналып, ал 120 күннен асып кетсе, ол көк бауырда ыдырап жойылып отырады. Бізде көк бауырымызда эритроцит жойылғаннан кейін, оның артық темірі эритроциттердің түзілуіне атсалысады. Эритроциттің құрамында гемоглобин болады. Гемоглобин гем мен глобиннен тұрады. Гемнің құрамында темір болады. Бір гемоглобин 4 оттегі молекуласын өзіне байланыстыра алады. Соның нәтижесінде бізде организмде АТФ түзіледі, яғни энергия. Ол бізге бүкіл процестеріміздің жүруіне негізгі атсалысатын молекула болып келеді. Анемияның бірнеше түрлері болады. Темір тапшылықты анемия, B12 тапшылықты анемия, созылмалы аурулардың анемиясы және фолий жетіспеушілікті анемия болып бөлінеді. Біз солының ішіндегі ең көп жиі кездесетіні темір тапшылықты анемияға тоқтала кетеміз. Темір тапшылықты анемия, яғни өз айтып тұрғандай, организмде темірдің жетіспеушілігінен болатын анемия. Темірдің ағзаға екі түрде енеді. Гемдік және гемдік емес болып. Етті тағамдардан түскен темірді гемдік деп айтамыз. Ал өсімдіктерден түскен темірді оны біз гемдік емес деп атаймыз. Енді гемдік емес темір ол ағзаға гемдік темірге айналып, яғни феррум 2 3 валентіден феррум 2 валентіге айналып ағзаға сіңеді. Бізде ағзада темірдің жетіспеушілігінің бірнеше себептері болады. Оның бірінші ағзаға тамақпен түсуінің азаюы, ағзада темір сіңірілмеуінің себептерінің бірі ол ағзада қабыну процестерінің нәтижесінде асқазан ішек жолы арқылы темір сіңірілмейді. Екінші, асқазанның кейбір бөлігін резекция, яғни алып тастайтын болса, асқазан арқылы темір сіңірілмейді. Үшінші, яғни көп мөлшерде қолданылатын кездер, ол жасөспірім балалар тез өскен кезде темірді көп мөлшерде қажет етеді. Екі қабат әйелдерде өзіне және балаға темірді қолданып, соның нәтижесінде темір жетіспеушілігі болуы мүмкін. Ал төртінші, яғни тез ыдырап кететін кезде, созылмалы қан ағуларда, яғни егерде асқазанда жара болатын болса, онда жарадан қан ағып, ішектерде қатерлі ісіктер болатын болса, сол қатерлі ісіктерден қан ағып, соның нәтижесінде де темір тапшылықты анемия болуы. Менструация көп мөлшерде келетін болса, соның нәтижесінде де темір тапшылықты анемия болады. Және де егерде ағзада хеликобактер пилори болатын болса, ол асқазанда жара түзіп, жарадан қан ағып, соның нәтижесінде темір тапшылықты анемия болады. Төртінші себебі анкилостомалар нәтижесінде, яғни олар ішекке жабысатын құрттар ішекке жабысып, соның қан тамырының құрамындағы қанды сорып, соның нәтижесінде темір тапшылықта анемия пайда болады.
Анемияның белгілеріне келетін болсақ, яғни анемия қан аз дедік. Қан аздық, яғни миға қан жетіспеген кезде, ол кезде адам ұйқышыл, шаршағыш, әлсіз болып келеді. Ал ентігудің себебі, яғни оттегі, яғни өкпеде қан айналымы аз болған екен, оны қанды жеткілікті мөлшерде жеткізу үшін, оттегі өкпелерге толық жету үшін адам тез демалады. Ол бізге ентігу түрінде көрінеді. Ал жүректе қанның аз болуы, яғни жүрек бүкіл дененің, аяқтың, қолдың ұшына дейін қанды дұрыс жеткізу үшін тез соғады. Яғни қанның мөлшері аз, соны жиі соғады. Жүректің бұлшықеттері сол аз мөлшерде қанды жүректен айдап шыққан екен, соның нәтижесінде жүректің бұлшықеттері үлкейіп, кардиомиопатия пайда болады. Келесі белгісіне келетін болсақ, яғни тырнақтарының қасық тәрізді болып келеді. Яғни тырнақтарының қисық өсуі, тырнақтарының сынғыш болуы осы анемияның белгісі болып келеді. Кейінгі белгісі ол шаштарының түсуі, бұл да анемияның белгісі. Анемияны анықтайтын анализдер туралы және анемияның емдеу жолдары туралы айтып беретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізде егерде қан тамырымызда эритроциттер ыдырайтын болса, эритроциттерде темір жетіспеушілігі болатын болса, онда біздің эритроциттеріміз гемолизге ұшырап, яғни ыдырап жойылып отырады. Сүйек кемігінде темір жетіспеушілігі болғандықтан эритроциттердің мөлшері әртүрлі болып келеді. Біреуі ай тәрізді, біреуі орақ тәрізді болып келеді. Оны біз пайкиоцитоз деп айтамыз, яғни олардың формалары әртүрлі болып келеді. Оттегі тасымалдауға қабілеті болмайды. Келесі біздің енді қандай анализдер тапсыру? Бірінші анализі жалпы қан анализі деп аталады. Бұл кезде біз жалпы қан анализінде гемоглобиннің мөлшерін қараймыз, көрсеткішін. Әйелдерде 120-дан төмен болса, еркектерде 130-дан төмен болатын болса, анемияның белгісін көреміз. Келесі МСВ, яғни эритроциттердің мөлшеріне байланысты оларды біз микроцитарлы немесе макроцитарлы деп атаймыз. Бізде осы темір жетіспеушілікте микроцитарлы болып келеді. Яғни МСВ-дің көлемі аз болып келеді. Келесі біздің анықтайтын анализіміз ол ферритин деп аталады. Ферритин ол ағзаға түскен темірді қор ретінде жинап, бауырда немесе бұлшықеттерді жинайды. Керек кезде оны қайтадан қанға шығарып отырады. Сол себепті біз ферритиннің мөлшерін анықтайтын боламыз. Ал біздің үшінші тапсыратын анализіміз ол трансферин деп аталады. Трансферин егерде осы қорға жиналған бұлшықеттерді немесе қандағы темірді біздің керекті жасушасына жеткізіп отыратын белок болып келеді. Біз келесі анықтайтын анализіміз трансферин болып келеді. Трансферин өзінде темірді қаншалықты жинайтынын біз темірді байланыстыру қабілеті деп аталатын тағы бір анализ болады, соны тапсыру керек. Яғни осы 4 анализді қарап, біз анемия бар, жоқ екенін айтып бере аламыз, және оның қандай түрі екенін анықтауға болады. Біздің келесі айтатынымыз ол емі. Бізде гемоглобиннің көрсеткішіне байланысты біз анемияның ауырлық дәрежесін анықтайтын боламыз. 90 мен 120-ның арасында болатын болса, жеңіл дәрежелі анемия, 70 пен 90-ның арасында орташа дәрежелі анемия, ал 70-тен төмен болатын болса, онда ауыр дәрежелі анемия деп аталады. Енді емі біздің ауырлық дәрежесіне байланысты болып келеді. Егер де 90 мен 120-ның арасында, яғни жеңіл дәрежелі болатын болса, онда біз темір препараттарын қолданып ішсек болады. Оны басында 2 аптадан кейін анализ тапсырып көресіз, жалпы қан анализін, гемоглобин көтерілді ме, көтерілмеді ме, соған қарап, егер де 2 аптадан кейін
гемоглобиннің көрсеткіші көтерілетін болса, онда осы препарат сізге жүріп жатыр деген сөз. Егер де осы 2 аптада гемоглобиннің көрсеткіші жоғарламайтын болса, онда сіз бұл препаратты басқа препаратқа ауыстырып көру керексіз. Ал жоғарылаған болатын болса, онда 1 айдан кейін анализ тапсырып, тағы да көресіз. Гемоглобинді көтеру, оны курсы 2-3 ай ішу керексіз. Және де содан біткен соң 2-3 ай сайын анализ тапсырып, гемоглобиніңізді 1 жыл ішінде сіз бақылауда болу керексіз. 1 жыл сіз 3 ай сайын анализ тапсырып, егер де бәрі жақсы болса, темір препаратын тоқтатсаңыз болады. Ал орташа дәрежелі деп мен внутривенно темір препараттарын енгізуді ұсынамын. Ал ауыр дәрежесінде уже бізде қан құю керек болады. Жеңіл дәрежесіне келетін болсақ, жеңіл дәрежесінде бізде 2 валентті темір асқазанда тез сіңірілетіндіктен мен 2 валентті препараттарды ұсынамын. Тардиферон, сорбифер дурелез. Бұл препараттарды апельсин суымен ішуді ұсынамын, себебі ол асқазан қышқылдығын арттырып, асқазанда темірдің сіңіруін жақсартады. Және де бұл айтқан ақпараттың бәрі жалпы мағлұмат. Сіз қандай жағдай болмасын, өзіңіздің жалпы дәрігеріңізге барып қаралу керексіз, және де сол кісінің нұсқаулығымен емделу керексіз. B12 тапшылықты анемия өзі аты айтып тұрғандай, B12 витаминінің жетіспеушілігінің нәтижесінде болады. B12 витамині қандай өнімдерде көбірек кездеседі? Етте, сүтте, балықта және де жұмыртқада көп болады. Егер де сіз ет өнімдерін қолданбайтын болсаңыз, онда сіз B12 витаминін тексеріп көру керексіздер. B12 витаминінің қызметі жасушалардың бөлінуіне атсалысады. B12 асқазан жасушаларындағы касл факторымен қосылып, комплемент түзіп, ішектің энтероциттері арқылы сіңіп, сол жерде касл факторы жойылып, B12 транскобаламинмен қосылып, керек жасушаларға жеткізіліп отырады. Анемиялардың негізгі себебі ол эритропоэтиннің тежелуінен нәтижесінде болып келеді. Эритропоэтин деген не деген сіздерде сұрақ тұруы мүмкін. Ол, яғни эритроциттердің үлкен жасушаларға айналып, яғни оттегі тасымалдауға қабілетті күйіне өткізу процесі болып келеді. Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, кішкене бала туылды, одан ересек күйге, яғни жұмысқа қабілетті ересек күйге өткендегі секілді эритроциттерде бірінші эритробласттан бөлініп, содан бөлініп, бірінші қалыпты үлкен мөлшерде болады. Ол бөліну нәтижесінде кіші эритроцитке айналады, мөлшері кіші. Соның нәтижесінде ол оттегі тасымалдайды. Ал ол арасында бөліну процесіне қатысатын B12 витамині сол жетіспегендіктен бұл жерде эритробласттар үлкен мөлшерде қанға түсіп, 10 эритроциттің орнын басатындай үлкен мөлшердегі эритробласттар түзіліп, олар бірақ оттегі тасымалдауға қабілетті болмайды. Сол себепті бұл жерде анемия пайда болады. Келесі айтатынымыз, осы бөліну процесінде B12 витамин жетіспеуінің нәтижесінде ағзада гомоцистеин көбейеді, және метилмалонды қышқыл көбейеді. Екеуінің де мөлшері көбеюі ол ағзаға өте зиян болып келеді. Гомоцистеин ағзада қанда көбейсе, ол қан тамырға барып жиналып, өзіне лейкоциттерді жинап, соның нәтижесінде цитокиндер бөлініп, ол жерде қабыну процесі жүреді. Ол қан тамырдың кеңістігін тарылтып, қанның өтуін қиындатады. Екінші, гомоцистеин тромбоциттерді өзіне байланыстырып, ол жерде тромб түзіліп, қанның өтуі тағы да азайып, инсульт, инфаркттың пайда болуына алып келеді. Метилмалонды қышқыл ол нервтің талшықтарына, миелинді қабығына барып жиналып, ол жерде миелинді қабықтың
жойылуына алып келіп, нервтердің өткізбей, нерв талшықтарының бұзылуына және де бұлшықтың дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді. Буонек тапшылықтың белгілері қанның дұрыс жүрмеуі нәтижесінде терінің түсі бозғылт болып келеді. Шаршағыштық, әлсіздік, яғни миға қанның дұрыс бармауы нәтижесінде адам ұйқышыл болып жүреді. Ентігу, өкпеде қан аз болған екен, ол қанды бүкіл оттегіні бүкіл ағзаға жеткізу үшін жиі демалады. Ол яғни бізде ентігу түрінде көрінеді. Шеткі аймақтағы нерв талшықтардың нервтенбеуі нәтижесінде қолдағы, аяқтағы аурусынулар болуы мүмкін. Ауыздағы жасушалар тез бөлінуге бейім болған екен. Бұл жерде бөліну процесі болмаған екен. Шырышты қабаттың қабыну нәтижесінде гингивит, соның нәтижесіндегі тілдегі ауру сезім болады. Есте сақтаудың төмендеуі болуы мүмкін. Қойған затыңызды қайда қойғаныңызды ұмытып қалатындай дәрежеде болуыңыз мүмкін. Келесі, көңіл күйіңіз түсіп, ештеңеге зауқыңыз соқпауы. Біздің айтатынымыз, ол диагностикасына келетін болсақ, бұл жерде эритроциттердің көлемі үлкен болып келеді, яғни бұл жерде MCV 100-ден жоғары болады. Және гемоглобиннің төмендегенін көрсеңіз болады. Қанда гомоцистеинді анықтаймыз. Бұл да B12-ның жетіспеушілігінің нәтижесінде ағзада жоғарылайды. Метил малонды қышқылды анықтаймыз. Ол да B12-ның жетіспеушілігінің нәтижесінде қанда жоғарылайды. Бұл 12 тапшылықтың пайда болуының себебі, ол бірінші, ағзада тамақпен керекті мөлшерде түспегендіктен, және де ағзаға сіңбеу нәтижесінде. Ағзаға аты айтып тұрғандай, егерде еті тамақты жемейтін болсаңыз, аз мөлшерде жейтін болсаңыз, онда B12 тапшылықты анемия болуы мүмкін. Ал ағзаға сіңбеуі қазандағы париеталды жасушаларда түзілетін касл факторымен байланысып, ол ішекке сіңетін еді. Енді осы париеталды жасушалардың зақымдануы немесе оған қарсы антиденелер түзілетін болса, онда касл факторы түзілмей, ол ішек арқылы сіңілмейді. Келесі, енді энтероциттер арқылы сіңеді дедік қой, яғни ішек арқылы сіңбейді. Ішектің жасушалары зақымдану нәтижесінде сіңбегендіктен ол керекті мөлшерде жасушаларға жеткізіліп отырмайды. Келесі, егерде ағзада құрттар көп болатын болса, онда B12 тапшылықты анемия болуы мүмкін. Еміне келетін болсақ, B12-ні біз таблетка түрінде қабылдасақ болады, немесе жанбасқа бұлшықетке енгізу арқылы қабылдасақ болады. Ал оны қалай емдеу керек екенін сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізбен шешесіз. Фолий тапшылықта анемия туралы айтатын боламын. Видео қызық болатын болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Фолий тапшылықта анемия аты айтып тұрғандай, фолийдің жетіспеушілігінің нәтижесінен болады. Фолий ағзада жетіспесе, ол қаназдыққа алып келуі мүмкін, және де балада нерв түтігінің дұрыс дамымай қалуына алып келеді. Фолий қандай өнімдерде көп болады? Ол жасыл жапырақтарда, апельсин, лимонда, және де дәнді дақылдарда көп болады. Фолий қандай қызмет атқарады? Баланың нерв түтігінің дамуына 23-ші күні алдыңғы бөлігінің, 26-ші күні артқы бөлігінің дамуына себеп болады. Фолий жетіспесе, нерв түтігінің дұрыс дамымауына алып келеді баладағы. Егерде фолий жетіспейтін болса, ағзада гомоцистеин көбейеді, метил малонды қышқыл көбейеді, ағзадан жоғары болуы ағзаға өте зиян, ол инсульт, инфарктқа алып келуі мүмкін. Фолийдің ағзаға жетіспеушілігінің себептері: тамақпен аз түсетін болса, яғни егерде 6 аптадан жоғары диета ұстайтын болса, ағзада сіңуі қиын болатын болса, егерде ішімдікті ұзақ уақыт қолданатын болса, триметоприм және де сульфасалазин, метотрексат секілді дәрілерді қолданатын болса, және де жүкті әйелдер жүктілік бастапқы 3 айында фолий қышқылын көп қолданады. Сол себепті жүкті әйелдерде фолий тапшылықта анемия болуы мүмкін. Келесі белгілеріне өтетін болсақ, ағзада бозару болуы мүмкін,
ентігу, есте сақтаудың төмендеуі, ұйқышылдық, шаршағыштық, инсульт пен инфаркттың пайда болуы, фолий жетіспегендіктен гомоцистеин жоғарылап көбейіп, ол ағза қан тамырдағы лейкоциттерді өзіне, тромбоциттерді өзіне байланыстыра отырып, қан тамырдың кеңістігін тарылтып, қанның өтуін баяулатады. Соның нәтижесінде қан жүрмей, инсульт, инфаркт болуы мүмкін. Және де тілдегі ауру сезімі гингивит болуы мүмкін, шеткі аймақтардағы ауру сезімі болуы мүмкін. Себебі миелинді қабықшаның жойылуы нәтижесінде нерв талшықтары дұрыс өтпейді және бұлшықеттердің жұмысын бұзылуына алып келеді. Келесі белгісі сөздің анық дұрыс шықпауы. Диагностикасына келетін болсақ, бұл жерде эритроциттердің көлемі үлкен болып келеді, яғни бұл жерде MCV 100-ден жоғары болады. Және гемоглобиннің төмендегенін көрсеңіз болады. Қанда гомоцистеинді анықтаймыз, ағзада жоғарылайды. Метил малонды қышқылды анықтаймыз, ол да қанда жоғарылайды. Еміне келетін болсақ, фолий қышқылын біз таблетка түрінде қабылдаймыз, және де оны қанша мөлшерін, қанша таблетка ішу керек екенін сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізбен кеңесіп қабылдайсыз. Бұл мағлұматтың бәрі жалпы ақпарат. Қалқанша безінің ауруы және де қан азығы бар екені мазалап жүрсе, мен сізге бір құпия айтатын боламын. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Қан аздықтың негізгі себептерінің бірі ол ферритиннің төмен болуы. Ферритин ағзада оптималды, яғни оптималды нормасы 80 мен 100-дің арасында. Бізде көбінесе әйелдерде ферритин болады. Оның себебі қалқанша безінің ауруларымен көбіне ауыратын, 90% ауыратындар ол әйелдер болып келеді. Енді қалқанша безінің қызметі қандай? Қалқанша безінің эритроциттердің синтезіне қатысады. Асқазанда темірдің сіңіруіне, және де үшінші қызметі B12 мен B9 витаминдерінің сіңіруіне атсалысады. Эритроциттер бауырда және көкбауырда ыдыраған соң, олар қайтадан эритроциттердің синтезіне қатысады. Ал бұл жерде қалқанша безінің болғандықтан, бұл жерде эритроциттердің синтезі төмендейді, соның нәтижесінде ағзада анемия пайда болады. Келесі, темірдің сіңірілуіне атсалысады дедік. Ол қалай? Асқазанның қышқылы арқылы 3 валентті теміріміз 2 валентті темірге айналады. Ал үшінші B12 және B9 витаминдерінің сіңірілуі ол Касл факторы арқылы жүреді. Ал Касл факторының синтезіне тікелей қалқанша безінің гормондары атсалысады. Енді біз осы ферритиннің қалқанша безінің, яғни ферритинге әсер етеді дедік қой. Енді ферритиннің өзі бір круг ретінде қалқанша безінің жұмысына баяулатады. Ағзада ТТГ-ға әсер ететін екі гормон болады. Т3 триетиронин және Т4 тироксин дейтін гормондар. Ал ол гормондардың синтезін жүргізетін тиропероксидаза дейтін фермент болады. Ал ол фермент төмендеуіне қандағы железа қатысады. Енді былай айтатын болсақ, железа төмен болса, тиропероксидаза төмендейді. Ол тиропероксидаза төмендесе, Т3, Т4 гормондары төмендейді. Ал ағза қанда Т3, Т4 гормондары төмендейтін болса, онда ТТГ гормоны жоғарылайды. Соның нәтижесінде қайтадан қалқанша безі ферритиннің төмендетсе, ферритин де қалқанша безінің қызметін қайтадан төмендетіп, осындай круг жүріп жатады. Енді келесі, біз осы ферритинді ағзада
ферритинді көтеру үшін темірді ішетін болсақ, темірді қабылдайтын болсақ, ол біздің еміміздің толық болмайды. Себебі ферритиннің төмендеуіне қалқанша без әсер етіп тұр. Сол себепті ферритин төмен болса, қалқанша бездің гормондарына тапсырамыз. Және де гормондарын анықтау керек. Және де ТТГ-ны төмендетіп, ТТГ-ның нормасы, оптималды нормасы 1 мен 2-ның арасында сол дәрежеге жеткізу керек. Сонда бізді қандағы ферритиніміз мөлшері жоғарылайды. Яғни емінде мұнда әрі железаны қабылдаймыз, қалқанша бездің гормондарын реттейміз, және де осы ферритинге әсер ететін белокты қабылдау керекпіз. Өттің дұрыс тамбауына ферритин және қалқанша безінің бір-бірімен қандай байланысы бар екені туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ферритин дейтін ол белок. Ферритин ол өзімен темірді байланыстырып, ол қорға жинайды. Яғни осы ферритин жетіспеушілігінен ағзада анемия пайда болады. Бұлай айтқанда, өттің және қалқанша безінің анемияның пайда болуына қалай алып келеді, соны туралы айтатын боламын. Ферритин ол ағзаға тамақпен бірге түскен кезде, яғни белок түскен кезде асқазанның қышқылдығымен ол жартылай амин қышқылына ыдырайды, ал 12 ішекке барғанда өттің көмегімен ол толықтай амин қышқылына айналып, ол ішекке барып, соның нәтижесінде ағзаға толықтай сіңеді. Енді ферритиннің нормадан төмен болуы қай кездерде болады? Егерде осы қышқылдықтың төмендейтін болса, және де өттің дұрыс тамбауы нәтижесінен болады. Қышқылдықты не реттейді деген сұраққа келетін болсақ, немесе қалай реттеледі, ненің көмегімен реттеледі? Тұз қышқылы және пепсинді бөлінуіне әсер ететін ол гастрин дейтін гормон болып келеді. Оған әсер ететін соматостатин дейтін гормон арқылы реттеледі. Ал соматостатин нормадан жоғарылайтын болса, тиротропты гормонды және соматотропты гормонды және гастринді төмендетеді. Біз негізі қарайтынымыз осы ТТГ қарайтын болсақ, яғни ТТГ төмендейтін болса, онда гастрин де төмендеді деген сөз. Гастрин төмендейтін болса, ол бағанағы айтқандай пепсин мен тұз қышқылының төмендеуіне алып келеді. Яғни сол кезде ағзаға түскен белок жартылай амин қышқылына айналмай қалады. Сіздерге яғни қазір түсіну қиын болып тұр. Негізі сіз ТТГ-ға тапсырасыз, ТТГ төмендесе, гастриннің де төмендегенінің содан білеміз. Осы ТТГ гормоны нормада болатын болса, онда біз келесі қарайтынымыз ол өттің дұрыс тамбауынан. Яғни оны қалай не себепті біз өтке қарау керекпіз? Себебі жартылай амин қышқылын толықтай амин қышқылына айналдыратын ол трипсин дейтін ұйқы безінен бөлінетін фермент болып келеді. Ол ферментті бөлуіне әсер ететін бізде өт болады. Анемияның пайда болуына өттің де өте үлкен әсері бар. Яғни соның нәтижесінде бізде жартылай амин қышқылы толықтай амин қышқылына айналмай қалады. Егер өт дұрыс бөлінбесе, соның нәтижесінде ол айналмауының нәтижесінде толық амин қышқылына ішекке сіңбей қалады. Былай айтатын болсақ, бізге ағзаға белок түсті, ол асқазанның қышқылдығы арқылы белоктан жартылай амин қышқылына айналады. Ол жартылай амин қышқылы 12 ішекке барып, ол жерде трипсиннің әсерінен толық амин қышқылына айналады. Толық амин қышқылына айналған екен, ол ішектерге барып, сол жақта сіңеді. Ал егерде мен айтқан тұз қышқылы аз бөлінетін болса, және де өт дұрыс бөлінбейтін болса, онда бізде осы ферритиннің төмендеуінің негізгі себептері болып келеді. Сол себепті біз ТТГ-ны және де өттің дұрыс бөлінуіне
қатты қадағалау керекпіз. Көп адамға қызықты, көп адам білгісі келетін, және кез келген адам жылына бір рет, еш жері ауырмайтын кез келген адам жылына бір рет тапсыратын, немесе бір жері ауырып мазаласа тапсыратын жалпы қан анализі туралы айтқым келіп отыр. Бұл тақырып бәріне қызықты деп ойлаймын, және де барлық адам қандай анализ тапсырса да оның результаты төмен немесе жоғары болса, ол қай жағдайда болады, соған қызығады деп ойлаймын. Сол себепті бәріне арналған тақырыпта осы тақырып түсіргім келіп отыр. Жалпы қан анализі негізі бізде анемия бар ма, жоқ па, және де ағзада қандай да бір қабыну аурулары бар ма, қабыну аурулары жүріп жатыр ма, немесе жалпы ОРВИ-мен, яғни тыныс жолы ауруларымен ауырып қалсаңыз, сізде бактериялы инфекция ма, немесе вирусты инфекция ма, соны анықтау үшін тапсыратын анализ болып келеді. Және де мені соның ішіне жеке тоқталғым келіп тұр, және олардың қандай қызметі бар, сол туралы айтатын боламын. Бірінші жалпы қан анализінде біз екі түрлі бланкіде көруіміз мүмкін. Міне мынандай түрдегі бланкі, ол және де мынандай түрдегі бланкі. Екі бланкінің қандай айырмашылығы бар? Бірінші бланкіде ол ручной методпен анықталған, яғни бұрындары бізде адамдар өздері қолмен есептейтін болған. Ал екінші қазір аппаратпен салып есептейді. Яғни қазір дамыған заманда қан анализін есептейтін аппараттар өте көп, және соған байланысты бланкылары болады. Және соған сай қазір көптеген нормативтерді анықтауға болады. Солардың ішіндегі негізгілеріне мен тоқталуға кеткім келіп отыр. Бірінші біз гемоглобинге қараймыз. Яғни біз гемоглобин ағзада қандай қызмет атқарады? Гемоглобин біздегі ағзадағы жұтқан оттегімізді тіндерге тасымалдайды. Яғни біздегі негізі біз көзге көрінбесе де қатты мән бермейміз оттегіні. Яғни бізде ағзада өте үлкен рөлі бар. Біздегі кез келген процесіміз және де энергия, зат алмасу бәрі оттегімен жүреді. Біздің оны бұлай ауаны жұтқанын сезбейміз, бірақ оның өте үлкен мән бар. Сол себепті біз осы оттегінің ағзаға жеткізілуге, яғни гемоглобиніміздің көрсеткішіне қатты мән беру керекпіз. Яғни сіздегі қолыңыздың қимылдауы, жүруіңіз, және де өзіңізді белсенді сезінесіз бе, өзіңізді қалай сезінесіз, соның бәрі оттегіге байланысты. Сізде оттегі қалай жүріп жатыр, оттегі жақсы тіндерге жеткізіліп жатыр ма, немесе жалпы сол оттегіге қандай ауа жұтып жатырсыз, соның бәріне мән беру керекпіз. Яғни осы гемоглобин бізде оттегіні тасымалдайды дедік қой. Егерде сізде оттегінің орнына басқа да газды ауаны жұтатын болсаңыз, гемоглобин соны жұтып, оны байланыстырып тіндерге тасымалдауы мүмкін. Сол себепті біз таза ауаны жұту керекпіз. Далаға шығып, таза ауа жұту керекпіз. Сол себепті айтылады, таза ауада жүрсеңіз, жақсы белсенді өмір сүресіз деп. Келесі бізде осы гемоглобин гем мен глобиннен тұрады. Яғни гем өзімен темірді байланыстырып оттегінің тасымалдау үшін керек. Гемоглобиннің нормативі әр бланкіда әртүрлі, және соған қарау керексіз. Егерде нормативтен төмен болатын болса, негізі қалыптыда әйелдерде 120 мен 140, ал еркектерде 130 пен 160-ның арасында болу керек. Яғни егерде төмен болатын болса, 120-дан төмен болатын болса әйелдерде, онда сізде анемия бар деген сөз. Яғни
соны емдейсіз. Соны анемияны анықтау үшін тапсырылады. Ал кейде 160-тан жоғары, яғни сіздің гемоглобиніңіз жоғары екен, оттегіні тасымалдайды жақсы деген ой болуы мүмкін, бірақ сіз қателесесіз. Себебі кез келген нәрсе бәрі өз нормасында болу керек. Не себепті? Гемоглобин егерде жоғары болатын болса, онда сіздің қаныңыз қою деген сөз. Қан қою болса да оттегі дұрыс тасымалданбайды. Қан қай кезде қою болуы мүмкін? Егерде сіз суды дұрыс ішпейтін болсаңыз, ал мен патология жағынан айтпай-ақ қояйын, патология жағынан әртүрлі болуы мүмкін. Мен сіздерге бүгін физиология қалыпты түрдегісін айтайын, себебі осының өзі керемет миға қонымды ақпарат болу керек. Яғни гемоглобин жоғары болатын болса, онда сол қою болады дедім. Екінші, гемоглобин таулы аймақтарда өмір сүретін адамдарда жоғары болуы мүмкін. Себебі ол жерде оттегі аз болады. Соған сәйкесінше ағза оттегіні жеткізу үшін гемоглобин компенсаторлы түрде жоғарылайды. Яғни таулы аймақтарда өмір сүретін адамдарда гемоглобиннің көрсеткіші жоғары болады. Егерде ағзада анемия болатын болса, сіздің гемоглобиніңіз нормальный болуы мүмкін. Гемоглобин қалай анемия болып нормальный болады деген сізде сұрақ болуы мүмкін. Мен былай айтқанда, гемоглобин ағзада оттегі жетіспесе, компенсаторлы түрде, яғни ағза өзі қайтадан оттегіні жеткізу үшін гемоглобиннің көрсеткішін жоғарылатады, немесе қалыпты сақтап отырады. Ал біздің ағзамыз қашанға шейін оны компенсация жасап отырады, яғни оның орнын толтырып, өзі реттеп отырады деген сөз. Яғни ол ұзақ уақыт сізде компенсация жүрмейді. Егерде ағзада темір немесе ферритиннің мөлшері ұзақ уақыт аз болатын болса, онда гемоглобиніңіз жайлап түседі. Сол себепті сіз егерде қаназдықтың белгілері болатын болса, яғни басыңыз айналып, шашыңыз түсіп, бозарып, ентігу және басқа да инфекциялар аурулармен жиі ауыратын боласыз. Яғни ОРВИ немесе отит секілді пневмония, бронхитпен көп ауыратын боласыздар. Соны анықтау үшін сіз қосымша железі және ферритинге тапсыру керексіз. Сол себепті осы анемияны анықтау үшін сіз осы анализдерді бірге қосып тапсыру керексіз. Сонымен қатар В12 витаминін де тапсырсаңыз дұрыс болады. Себебі ол В12 витамині ағзада қорға сақталмайды, ол да тағаммен түсіп отырады. Оның В12-нің жетіспеушілігі де ағзада анемия алып келеді. Келесі енді түсінікті болды деп ойлаймын. Гемоглобиніңіз қатты жоғары болса, немесе басыңыз нормаль емес, басыңыз айналып анемиялардың белгісі болып, гемоглобиніңіз нормальный болса, сізде анемия жоқ деген сөз емес. Ол скрытый анемия болуы мүмкін. Яғни сіз басында компенсаторлы түрде анализ тапсырасыз, гемоглобиніңіз нормальный, бірақ бірнеше уақыттан кейін қайтадан тапсырып көріңіз. Себебі ол кезде уже анемияңыз төмендейді. Ал сіз ол дәрежеге жеткізбей, алдын ала анықтаған дұрыс. Келесі бізде айтатынымыз ол эритроцит. Эритроцит бланкіда былай тұрады. Ол ағзада бұлда оттегін тасымалдау қызметін атқарады. Бұл қанның қызыл түйіршіктері деп аталады. Осы эритроцитіміз біздің эритроциттің ішінде гемоглобин болады, ал гемоглобин оттегін тасымалдайды. Ал сіздің эритроцитіңіздің қызметі осы оттегін тасымалдау. Яғни түсіндіңіз, ол қалай тасымалдайды? Гемоглобинді, эритроциттің құрамында гемоглобин бар, сол арқылы оттегін тасымалдайды. Сол себепті бізде эритроциттің де рөлі зор. Себебі бұл анемияның негізгі көрсеткіші болып келеді.
Енді қандай жағдайларда эритроциттердің төмен болуы мүмкін? Сол қан кетулерде, қан кетулерде болуы мүмкін. Және де басқа да процесстерде болады, яғни күйікте болуы мүмкін. Бірақ мен қазір қалыптысын айтамын, яғни қан кетулер сізге көзге көрінетін немесе көрінбейтін болуы мүмкін. Қан кетулердің көзге көрінетін, яғни ашық жарақаттарда. Яғни бір жеріңізді тіліп алдыңыз, анемияға алып келмейді, бірақ эритроциттің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Сол себепті егерде алып келуі мүмкін. Ал скрытый дейтін, яғни ішкі ағзаларыңызда болатын қан кету, яғни ішектен қан кететін болса, немесе асқазаннан қан кететін болса, яғни асқазаныңызда жара болатын болса, немесе 12 ішегіңізде жара, немесе ішектеріңізде жара болатын болса, онда бұл да анемияға алып келеді, яғни эритроциттердің төмен болуына. Бірақ сіз бұны қатты қорықпасаңыз болады. Ойбай, менде ішімде қан кетіп, менде анемия содан болып жатыр ма деп. Оны қалай білесіз? Оны сіз үлкен дәретіңіздің түсі қара түсті болатын болса, онда сізде қан кету, ішкі ағзаларыңыздан қан кету болып жатыр деген сөз. Келесі біздің айтатынымыз MCV, яғни MCV-де біз жалпы эритроциттердің көлемін көрсетеді, яғни оның формасы. Эритроциттердің негізгі көлемі 80 мен 100-дің арасында болу керек, ал егерде ол жоғары болып төмен болатын болса, темір тапшылықты анемияны көрсетеді, ал 100-ден жоғары болатын болса, яғни макроцистарлы B12 тапшылықты анемия екенін көрсетеді. Яғни MCV арқылы қандай анемия екенін анықтауға көмектесетін көрсеткіш болып келеді. Ал келесі біздің айтатынымыз ол гематокрит. Қан айналым жүйесінде сұйықтықта эритроциттердің орташа көрсеткіші болып келеді. Яғни оның эритроциттердің санын, былайша айтқанда саны, қан айналым жүйесінде қанша эритроцит бар екен анықтау үшін. Яғни аз болса анемия, және де көп болса эритроцитоз. Не себепті көп деген, көп те болмау керек, аз да болмау керек, соны анықтау үшін болып келеді. Келесі MCH эритроцитте гемоглобиннің қанша мөлшері бары екенін анықтау үшін. Яғни, егерде эритроцитте гемоглобиннің мөлшері аз болатын болса, ол да оттегіні тасымалдау азаяды, соның нәтижесінде анемия пайда болады. Яғни сізде анемия бар деген сөз. Келесі біздің айтатынымыз лейкоциттерге келетін болсақ. Лейкоциттер бізде ағзада лейкоциттердің көбеюі ағзада қандай да бір қабыну процесі жүріп жатыр деген сөз. Яғни қандай да инфекция түсті, дәл сол уақытта жоғарылады деген сөз. Яғни сол уақытта қабыну процесі жүріп жатыр деген сөз. Лейкоциттің түйіршікті және де түйіршіксіз дейтін түрлері болады. Түйіршікті түрлеріне ол нейтрофильдер, эозинофильдер және базофильдер жатады. Ал түйіршіксіз түріне ол лимфоцит пен моноцит жатады. Яғни бұлардың бәрі лейкоциттің құрамына кіреді. Ал лейкоцит бізде ағзада қабыну процесімен күреседі. Яғни қабыну процесі жүреді. Ағзаға түскен инфекцияны анықтап, соны жойып отырады. Осы мен айтқан лейкоциттің түрлерімен. Келесі нейтрофильдерге келетін болсақ, лейкоциттердің ең көп құрамын құрайтын осы нейтрофильдер болып келеді. Нейтрофильдер ағзада осы инфекцияларды анықтап, бұларды жойып отырады. Оның ағзада жоғарылауы, ағзада сізде инфекция бактериалы болса, нейтрофильдер жоғарылайды. Ал ол кезде лимфоциттер төмендейді. Яғни бұл бактериалы. Ал вирусты болса, сізде нейтрофильдің көрсеткіші төмендейді, ал лимфоциттің көрсеткіші жоғарылайды. Сіз ауырып қалдыңыз.
инфекциялық аурумен, жалпы тыныс жолы ауруларымен ауырып қалдыңыз, сол кезде сізде вирусты ма немесе бактериялы ма қабыну процесі, соны анықтау үшін қай инфекция қоздырғышымен ауырып жатыр деген сөз, соны анықтау үшін. Яғни егерде нейтрофилдің өзі сегментті ядырлы және таяқшалы ядырлы болып келеді. Ал егерде сізде сегментті ядырлы лейкоциттер көп болатын болса, онда сізде ол инфекциямен ауырып кеттіңіз, бірақ сізде қазір нормально деген сөз. Ал таяқша ядырлы лейкоциттер көп болса, онда сізде ағзада әлі де инфекция процесі жүріп жатыр деген сөз. Келесі біздің айтатынымыз базофилдер туралы айтатын болсақ, ол базофилдер инфекция процесі жүрді, соны сорып, яғни қайтадан қалпына келтіру қызметін атқарады, яғни қабыну процесінің жүргендігін көрсетеді жоғарыласа, немесе қандай да бір процестің жүріп жатқан, немесе ағзада паразитті аурулардың өршіп тұрғанын көрсетеді. Келесі біздің айтатынымыз ол эозинофилдер болып келеді. Эозинофилдер бізде ағзада аллергиялық процестер болатын болса, эозинофилдердің көрсеткіші жоғарылайды, немесе паразитарлы аурулар болса да эозинофилдердің көрсеткіші жоғарылауы мүмкін. Лейкоциттер тек қабыну процесі кезінде емес, ағзада қандай да бір абсцесс болатын болса, стресстің нәтижесінде және де физикалық жүктеме кезінде, миоз кезінде және де қандай да бір препараттарды, кейбір препараттарды, әсіресе гликокортикоидтарды қабылдағанда көбеюі мүмкін, және де тағам қабылдағаннан кейін лейкоциттің мөлшері жоғарылайды. Яғни сіз аш қарынға тапсырған дұрыс жалпы қан анализін, себебі ол көрсеткішін өзгертуі мүмкін. Келесі айтатынымыз тромбоциттер. Тромбоциттер бізде ағзада қан ұю қызметіне қатысады. Яғни теріңізде қандай да бір жарақат болатын болса, тіліну, кесілу жарақатын болатын болса, 5 минуттан кейін қаныңыздың тоқтағанын байқайсыз. Яғни осы қызметтерді атқаратын ол тромбоциттер болып келеді. Қанды ұйыту, қан тоқтату қызметін атқарады. Яғни ішкі қан тамырдың ішінде қан тамыр кесілген кезде ішкі жағынан тромбоциттер былайша айтқанда жүгіріп барып қан тамырды бітеу қызметін атқарады. Яғни тілінген қан тамырды, яғни ағзада көп мөлшерде қан кетпеу үшін ағза қорғаныш ретінде тромбоциттердің бәрін сол жерге апарып жиып, сол қан тоқтату қызметін атқарады. Яғни білінген, кесілген қан тамырды бітеу, тоқтату қызметін атқарады. Келесі біздің айтатынымыз ол ағзада сойының жоғарылауы. Сойы немесе эритроциттердің тыну жылдамдығы деп аталады. Қабыну процесі ағзада жүріп жатыр ма, қабыну процесі бар ма, соны анықтаймыз. Яғни бұл ағзаға қандай да бір инфекция түсіп, яғни бұл ағзада қандай да бір инфекция түсіп, эритроциттердің қабықшасын зақымдап, олардың шөгу жылдамдығы, яғни сол ағзада бактерия эритроциттердің қабықшасын бұзып, оны шөктіреді. Соның нәтижесінде сізде инфекция немесе қандай да процестер жүріп жатыр ма, соны анықтайсыз. Бұл негізі қалтыда жүкті әйелдерде жоғары болуы мүмкін, одан қорықпасаңыз болады, эритроциттердің тыну жылдамдығы жоғары болғаны. Ал егерде қалыпты жүкті емес болсаңыз, ол қандай да қорқуыңызға болады ағзада. Қорыққанда соған аса назар аударып, соны не себепті сізде эритроциттердің тыну жылдамдығы жоғары болып тұр, соны анықтау керексіз. Инфекциялық процестерде және де өзінің басқа да созылмалы ауруларда жоғары болуы мүмкін.
бізде соядан басқа сізде сұрақ СРБ дейтін анализ бар. Яғни ол да қан анализінің ағзада қандай қабыну процесі бар екенін көрсетеді. Яғни сізде сұрақ болуы мүмкін, қандай айырмашылығы бар деп. Екеуі де қабыну процесін анықтау үшін арналған. Соя ұзақ уақыттың нәтижесінде көтерілуі мүмкін, ал С реактивті белок ол ағзада тез көтеріледі. Яғни қабыну процесі жүрсе, бірден көтеріліп, сәйкесінше қабыну процесі түскеннен кейін тез түсіп отырады. Екеуінің айырмашылығы осы болып келеді. Сізде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Неге қазір саусақтан емес, вена қанынан алады деген. Себебі вена қан саусақты кескен кезде, тілген кезде, онда қан тамырдан бөлек жасуша аралық сұйықтық та болады. Ол жасуша аралық сұйықтық қанмен бірге пробиркаға түседі де, қанның көрсеткішін бұрмалайды. Немесе оның ұйып қалуына да алып келуі мүмкін. Және де қазіргі аппараттар бойынша бірнеше миллилитр қан алынады, ал саусақтан ол бірнеше миллилитрді алу қиын, алса да өте көп күш қолдану керек. Ал венадан алынған қан тез алынады, әрі көп мөлшерде, және де анализдің көрсеткіші нақты болады. Бұл ақпараттың бәрі жалпы мағлұмат, сізге кішкене де болсын информация болсын деген мақсатта түсірілген. Қандай жағдайда болса да сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізбен ақылдасып, кеңесіп, соңында нәтиже шығару керексіздер, және сонымен ем қабылдау керек. Мен егерде видео ұнаған болса, арнама тіркеліңіз, лайк қойыңыз, және қандай тақырып қызық болса комментарияға жаза кетіңіз. Сол тақырыпта мен видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.